Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде жаңалықтар. Жаңалықтардың бас тілегімен таныстыратын мен Айжан Елемесқызы. Білім саласындағы басты жаңалығымыздың бірі Алматы қаласы, Алатау ауданы, номер 26 жалпы білім беретін мектептің орыс тілі мен әдебиет пәндерінің әдістемелік бірлестігінің 10 күндігі ақпан айының 4 мен 14 аралығы өтеді. 10 күндіктің басты мақсаты білім алушыларды орыс тілі мен әдебиет пәндеріне деген қызығушылығын арттыру арқылы ой өрісін кеңейтіп, белсенділігін арттыру. Я сейчас нахожусь в общеобразовательной школе номер 26, рядом с заведующей секцией русского языка и литературы. Здравствуйте, Гульнара Мусапаевна. Можно вам задать вопрос, каковы тема, цель и задачи декады русского языка и литературы? Добро пожаловать в нашу школу. Да, действительно, с 4 по 14 февраля будет проходить декада русского языка и литературы на тему «С русским языком можно творить чудеса». С целью и задачей является создание условий для развития познавательной и творческой активности обучающихся, повышение интереса учащихся к русскому языку и литературе. Составлен график и план декады русского языка и литературы.